Сайранбай Аликулы Дөненбаев, қазақстандық кәсіпкер және ауыл шаруашылығы саласының маманы. 1965 жылы 1 сәуірде Жамбыл облысының Жарлысу ауылында дүниеге келген. Ол Шаушен шаруа қожалығын басқарды және аймақтағы ет өнімдерін Біріккен Араб Әмірліктері мен Иранға экспорттаған алғашқы шаруашылықтардың бірі болды. Сонымен қатар ол қайырымдылықпен белсенді айналысқан, туған ауылында мешіт, интернат және балабақша салуға атсалысқан. Менің әкемнің негізгі аты Әліқұл, негізгі шын аты. Бірақ енді сол әжем жаттық, ол кісі азып, тозып, ол кісі ауырып, ол ашаршылық, өлетін жағдай келгенде шәушиіп азып кетті, сонымен шәушен болып кеткен. Сондағы атамның өзі жылқылы бай, үлкен бақуатты кісі болған екен. Сол жылқысын тарата 27-тен бастап таратып, 33 жылы жалғыз атын астындағы атын сойып беріп, өзі де қайтыс болады. Қайтыс болардың алдында сол әжемізге айтқан екен. Тағы да немеренісі бар, ол 9-дан жалғыз. О да өзінен 6 ай кіші немеренісі. Сол екі баланы екі кемпіріне айтады апамызға. Бұл жерден балалар тірі қалмайды. Өйткені тұқымсыз қалатын болдық деп, атам жол беріп, ол кісілер екі баланы алып кеткен. Сайранбай Дөненбаев еңбек жолындағы жетістіктері үшін көптеген марапаттарға ие болған. Соның ішінде 2018 жылы Қазақстанның еңбек ері атағын алған. Дөненбаев өзінің туған жеріне және ауыл тұрғындарына көп көмек көрсетіп, қайырымдылық істерімен де танымал болды. Ол ауылда мешіт, интернат және балабақша салуға қаражат бөлді. Осындай еңбектері үшін оған Қазақстанның еңбек ері атағы берілді. Сондай-ақ Сайранбай Дөненбаевтың жұмысшылармен және жақындарымен тығыз қарым-қатынасы да жоғары бағаланды. Ұжым оған құрмет ретінде жол талғамайтын көлік сыйлады, ал оның қатысуымен ауылда үлкен мерекелік шаралар ұйымдастырылып отырды.